Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін Алихан. Бүгін біз Майнкрафтта мынандай коробкада выживание бастайтын боламыз. Яғни қараңыздар, міне. Мына біздің коробкамыз. Осы жерден шығамыз, міне дер, міне ағаш, бөлімне сандық бар. Міне кітап бар. Ачивки, правила осы жерден қараймыз. Және де ана жерде құм, мысалы, осыларға барып Майнкрафтты өтуіміз керек. Мына жерде тағы да коробкалар бар. Бұл картаның аты выживание в коробке. Ал енді выживаниемізді бастайық. Басында мына заттарды алайық. Жоқ, бұлар пока что тұра берсін, сосын ала салам. Пока что достар қараңыздар. Даузын кішкене азайтып қояйын, өте қатты болып кетті. Так, общая громкость 50 жетеді. Қараңыздар, осы айтпақшыдан шығалады екен. Осы бірінші бөлімде достар, біздер дейтін осы картада жүреміз, да, ал, короче, келесі бөлімде, келесі шарға барамыз, келесі коробкаға. Осы бөлімде осы коробкада жүреміз, да, ал келесіде, мысалы, ана коробкаға болуға грипп, либо анаған баруға болады. Сөйтіп енді әр бөлімде әртүрлі коробкаға баратын боламыз. Мынаның бәрін сындырып, жинап отырғызып тастайық. Бірақ бұл жерге мынандай жер көп ағаш отырғыза алмайсың да. Сыйғанша отырғызу керек. Бұлар пока өздері сына берсін. Ал біз мынаны ағашқа айландырып алайық. Доски, дубовые доски. Верстачок. Так, верстагымызды қояйық мына жерге. Верстак. Так, енді бізге тоқта. Палка жасау керек. Осы палка жетеді пока. Енді бізге кирка, сосын не керек? Балта керек. Так, мыналарды ала салайық. Егер де сіздерге осы выживание ұнаса, лайк басып арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы картаны егер де осы картада ойнағыларыңыз келсе, мен картаның несін, ссылкасын қалдырып кетемін. Байқау керек, иттерді ұрып алса, бәрі жабылады. Шөптердің бәрін сындырып тастайық. Бізге қажет емес. Так, не істейміз? Астын негізі бір тазалап шығуға болады, бірақ тұра берсем. Так, мына заттарды алайық. Қазір осы заттарды киіп аламыз. Так, түрлі түсті. Міне достар. Так, мына жерді қазып шығайық. Маған не жасау керек дей алмайым. Неше дата? Күрек жасау керек, жерлердің бәрін алсайын. Жарайды енді. Мына жерге пока бір ағаш отыру керек. Ал мына жерді қолмен тазалай керек. Достар, егер выживание ұнап жатса, лайк басып арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі бөлімде анау немесе анау бір басқа шарға баратын болам. Так, мына жерге қоя салайық. Жаңағы гүлдер қайда? Гүліміз қайда? Мына жерге үстіне гүлді қояйық. Сәндік үшін. Жата берсін, мынау ағаш енді қашан өседі? Күтеміз ба?
істесем болады? Анандай айтпақшы, не жасау керек? Я дұрыс. Генератор жасау керек. Қазір көрсетем. Генератор булыжника дейді. Тоқта. Былай. Так. 3 блок. Тоқта. Отыра берсін. 3 блок. Енді былай. Алып тастау керек. Айтпақшы, міне осы жердің астында да барып қаза беруге болады, шахта сияқты. Қазір осылай ғана қазам, пока что. Тегер. Осылай қазып алайық, кішкене. Тоқта. Бітеміз. Неге мына суды қоямыз? Неге мына... Ойбай. Достар, мен дұрыс жасамадым, мен мұны сындырамайым да, аламайым да. Мына суды ғана аламын, болды. Лава жоқ маған. Лава жоқ, енді істебен жауап етеміз, не істейміз басқа. Булыжникті осылай табамыз. Негізі, осы булыжник жасау үшін берген деп ойлаймын, просто сумен лаваны шелектеп қоя салмайды ғой. Мен сол генератор жасауға деп ойладым. Енді мына уже железо шығып жатыр, кетіп барып не алып шығайық. Негер баспалдақ сияқты жасап қояйық. Блин, ана жерде суны бар екен, қалды. Қазір суды алып тастаймыз. Жолын бөліп тастайық. Болды. Шығамызын. Бұлай, сосын. Бұлай. Дұрыс осылай шығатыма қояйық. Мен босқа обсидиан болып қалды, еламай. Так. Бізге... Так, тастан булыжник деп ғой, не? Тастан кирка жасайық. Барынан сындырайық. Тағы да. Мынаны тек немен сындыра аламыз? Походу, сондай мен сындыра аламыз. Андай темірден жасалған. Мына қолымдағы темірді балқыту керек. Сонымен ғана не істей аламыз, ала аламыз. Мына полный қазып шығайын аяқты. Осындай жерге шейін аяқты да бәрін. Сол кезде көрсеміз. Достар, міне мына аяқты полный қаздым. 2 блок тереңте қаздым, бірақ мыналарды алмадым. Кейін ала жатармыз. Міне алтын, мынандай қызыл бірдеме, көк бірдеме шығып жатыр. Міне енді мына жерден шығайық. Уже қараңғы батып кеткен. Так, мен не істеймін деп. Не жасау керек бізге? Қалай айтшы? Печка. Мен ол печканы аламыз да, оның ішіне мынау бағанан бері жинап жүрген железомыз балқытамыз. Так, мынау ағаш әлі өспеген. Ал маған балқыту үшін ағаш керек. Или уголь. 3 уголь жетіп қалар, 3 уголь сақ қойын. Так, бағанаға алтынды алу үшін де темірден жасалған не керек қой? Кирка. Мынаны алып тастайын. Так. Айтпақшы, мен ачивкені оқытуға ұмытып кетіппін ғой осыны оқуға. Так. Карта выживания в стеклянных коробках дейді. В каждой коробке есть 1,6 сундуков дейді. Правило. Не читерить, можно играть на любой сложности, можно использовать моды. Карту сделал Комов Денис. Мой ник Денис, ананы боксын қалдырып кетіпті. Во всех коробках найти губку дейді. Вылечить зомби жителя. Оған біз әлі келмейік, мына ерді тұра берсін. Әлі кішкене тазалап шығайық, достар.
Бұл жерге үшін тазалаймын. Бір блок қана тазалап шыққым келеді. Тазалап болғанда кездесеміз, достар. Мына жерді тазалап тастайын, сол кезде кездесеміз. Достар, міне әзірше осылай ғана тазаладым. Шахтаға барып, полный до конца мына картаның аяғына шейін қазам. Айтпақшы, маған не керек қой? Железный кирка. Ал менде железный кирка жасауға болады. Мен жаңа ғана балқыттым. Жаңа бағана салып қойып едім ғой. Енді қазмағам железный кирка жасап алу керек. Бұл дайын смело шахтаға барып бәрін қаза береміз. Мынаны до конца аяғына шейін қазып тастаған кезде кездесеміз. Әйтсе мен құр қазып отырғаным сіздерге қызық емес деген ойдан бір алмаз күшті мынадан басқа заттар тауып қалып жатсам, қосам да айта жатсам ғой. Достар, міне бір қабат қаздым. Міне алғашқы алмаз, тағы изумруд тағы бір қабат қазам да сол. Міне қазіргі лутым тағы бір блок төменге қазам. Содан кейін тағы да лутымды көрсететін боламын. Достар, міне мен қазіргі лутым. Так, 5 алмаз, 2 изумруд. Міне мынаның алтынды істеу керек, ерту керек. Міне және мына жерде сынбайтын блок бедрок бар. Енді маған мына жерден шығып кету керек. Так, тоқтаңыз. Тоқтаңыздар. Осы жерден шығып енді мен барып балықтап бәрін жөндеп алу керек. Так, алтынды балқыту керек. Ал мынадан так, мен тез не істеп алайын? Алмазная кирка. Және де мынаны сындыра аламыз. Тек алмазная кирка осыны сындыра алады. Достар, видео ұнап жатса, қызық болып жатса, лайк басып, арнама тіркеліп, өз ойларыңыз комментарияға жазып жіберіңіздер. Так, міне обсидиан сындырдым. Полный қазып тастадым картаның бәрін. Булыжник бәрі көп жетеді. Алмазный кирка бар. Алтын бәрі бар. Мынаған сал қойың заттарын. Пока керек емес заттарымды. Осы жерде тұра тұрсын. Ал қазір қолданатын заттарым тұра берсін. Ойбай, бір жерде бәрін салып тастайын. Картаның аты выживание в стеклянной коробке ма, сондай. Өзім жаңа жазында кіріп резко видео түсіріп тастайын дедім. Достар, келесі видеода мен келесі стеклянный шарға баратын боламын. Мысалы, анаған немесе анау құмға или мынаған өртеніп отыр. Ананың білмеймін, өзім де білмеймін. Анау не спанжбобтағындай ғой. Осындай білетін шығарсыздар, иә? Сол жерден губканы аламыз, короче. Мынаған баруға болады. Достар, осымен видео аяғына келді деп ойлаймын. Егер де видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Достар, мен 1-2 күнде жалғасын саламын, сондықтан да колокольчик басып, ең бірінші болып қарайсыздар деген ойдамын. Сау саламат көріскенше.